Ассаламу алейкум, құрметті күнделік садақа қорының күзетушілері. Баршаңызға тағы бір Рамазан мүбәрәк болсын. Бүгін біздің офисқа 4 әпкеміз, әпшелеріміз келді. Бұл отбасылар барлығы мүгедек. Әпшеміз бір әпшемізде эпилепсиясы бар екен, бір әпшеміз жастық кезінен протез тағады, аяғы жоқ. Бір әпшеміз тағы ауру. Барлығы үйде жетімден асырап отырған, күніне сол денсаулықпен күресетін, дәрі-дәрмекке ақша жинап тапамайтын, пәтер ақысын төлейтін ақшасын жинап тапамайтын апаларын шақырдық. Бір бауырымыз, бір жомарт бауырымыз атынан осы әпшелерге ақшаны берес деп берген еді. Сол аманаттарını жеткізіп отырмыз. Алып қойыңыздар. Рахмат, Алла разы болсын. Әпше. Алла разы болсын. Бүгін күнделік садақа қорына келдім мен. Рахмет, үлкен рахмет. Маған қаржылай көмек берді, квартираға төлеуге, леченияға. Рахмет үлкен, Алла разы болсын сіздерден. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгін мана біз күнделік садақа фондыға кеп тұрмыз. Алла разы болсын. Ниетіңе қабыл болсын. Оша сахи адамдан Алла разы болсын. Топканыңызға Алла барака берсін. Қатты рахмат. Ажыр сауабының мүкафатын фақат Раббым Аллахым өзі берсін. Бізге жақсылық қылып, ондай қылып, ауырымызды жеңіл қылып көмек беріп жатыр екенсіздер. Алла разы болсын. Ораза тұтқан болсаңыздар, барлықтарыңызға ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет, Алладан қайтсын. Күнделік садақаға рахмет, ақша берген үшін леченияға, протез жасатуға Алла разы болсын. Топканыңызға Алла барака берсін. Раббым Аллахым чехрасын көріш насып қылсын баршамызға. Тоғдай сауаплы язылсын баршамызға. Қабір азабы, дозақ азабыдан, жаханнам отынан Раббым Аллахым өзі сақласын. Сілер бізге бересеңіз, Алла сілерге берсін.